Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай өте әп-әдемі болып шығатын әрі жеміс-жидекпен әсемделген бисквитный торт пісіретін боламыз. Және бұның бисквитіне де банан қосатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен керек заттарын дайындап алдым. Ол үшін банан, шекер және жұмыртқа қопсықышымызды ұнымызға салып араластырып қоямыз. Менде мына жерде бір дана бананды я қасықпен, я болмаса блендермен езіп алсаңыздар болады. Бөлек ыдысымызға жұмыртқаны толықтай саламыз. Үстіне шекеріміздің жартысын салып, миксермен шайқауымыз қажет. Менде бұған кем дегенде 5-6 минут кетеді. Осылай миксермен шайқай бастаймыз. Кішкене көпіршіп, көбейе бастағанда қалған шекерімді саламын. Енді бізде толықтай аппақ пышный масса шыққанша миксерлеуіміз қажет. Міне осындай болып көтеріледі, 3-4 есе көбейеді. Енді сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығына байланысты менде 5-6 минут уақыт кетеді. Міне осындай із қалуы қажет. Енді үстіне біз алдын ала езіп алған бананды саламыз. Осындай лопатаның көмегімен астан үстіне қарай жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен бұл тортты бірінші рет жасап тұрмын. Бисквитке бананды қосып жасап тексеріп көріп жатырмын бұл тортты. Дәмі өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шықты. Бисквитінде бананның дәмі шығып тұрады. Үстіне енді ұнды саламыз. Ұнды 2-3 бөлікке салып, осындай електің көмегімен қосып аламыз. Ұнымызды да астан үстіне қарай осылай толық араластырып аламыз. Біздің тестамыз дайын болды. Енді біз бұны табамызға құюымыз қажет. Табамызға пергамент қағазын міндетті түрде төсеп аламыз. Не осындай қоюлау қамыр болып шығады. Арасындағы ауасын шығарамыз, кішкене бір тегіс болып пісу үшін. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремімізді дайындаймыз. Менде мына жерде сливкеге сахарный пудраны себемін. Және миксермен кішкене көпіршітіп 1 минуттай араластырып аламыз. Толықтай қою болып кеткенше араластырудың қажеті жоқ. 1 минут араластырып алсақ жеткілікті. Енді үстіне творожный сыр қосамыз. Мен өзіме осы творожный сыр қосылған крем өте қатты ұнайды. Сіздер басқа креммен істесеңіздер де болады. Заварной крем, кез келген крем барады бұл тортқа. Міне осындай қою масса болуы қажет. Креміміз де дайын болды. Енді бізге тортты жинау ғана қалды. Коржымды мен 3 бөлікке бөліп алдым. Бұл бисквитный корждарымызды осылай сүтпен кішкене пропитать етсек болады. Екінші коржымды қойдым. Екінші коржыма да осылай крем жағып тегістеп аламын. Мен бұл бисквиттің тестасына банан қосып алдын істеп көрмеген болғандықтан, осы жол қалай шығады екен деп ойлағанмын, бірақ сіздерге айтайын, өте дәмді болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Не толықтай креммен жауып алдық. Мен арасына банан қосқандықтан үстінде бананмен әсемдеймін. Және басқа да өздеріңіздің қалаған фруктыларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Өздеріңіздің ұнататын жеміс-жидектеріңізбен әсемдесеңіздер болады.
туған күнге, кез келген мерекелік және де дастархандарға қойсаңыздар, өте әдемі болып дастарханды ашып тұрады. Міне фруктыларымның бәрін жайғастырып алдым. Осындай торт шықты менде. Өте аппетитный болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.